Саламатсыңдар ма балақайлар? Қуанамын мен де, қуанасың сен де, қуанайық достарым арайлап атқан әр күнге. Ұйымдастырылған оқу қызметі сауат ашу негіздері. Сабақтың тақырыбы айналамдағы үлкен және кіші бейнелер. Дыбысы мен әрпі. Балақайлар, бұл көріп отырғандарың дүрбі. Дүрбіні 1609 жылы Италия ғалымы Галилео Галилей ойлап тапты. Бүгінгі таңда дүрбіні бинокль деп те атайды. Дүрбі алыстағы тұрған заттарды жақындатып, ал жақында тұрған заттарды кішірейтіп көрсетеді. Балақайлар, бірінші тапсырма, суретте не болып жатыр деп ойлайсың. Суретке қарап әңгіме құрастырып айтыңдар. Баланың жанында тұрған заттар неге кішірейіп кетті? Екінші тапсырма, бала дүрбімен нені көрді? Сұраққа мына сөйлем сызбасымен жауап беріңдер. Мұзафар Әлімбаевтың дүрбі өлеңін оқып берейін. Әкелді әкем дүрбі, қарашы деп күлді. Дүрбіні ұстап көрдім, төңіректі шолдым. Дүрбіні енді білдім, барма сенің дүрбің. Енді дыбысының мына сөздердегі орнын бірге табайық. Кірпі, екі буын, дыбысы бірінші буында және екінші буында сөз соңында тұр. Тиін, екі буын. Дыбысы екінші буында естіліп тұр. Дүрбі, екі буын, дыбысы екінші буында сөз соңында тұр. Балақайлар, енді дыбысы кездесетін сөздермен танысыңдар. 1, 2, 3. Әріпі. Әріпі. Ілгіш. Ілгіш. Ішік. Ішік. Із. Із. Ін. Іргетас. Іргетас. Ірімшік. Ірімшік. Інжу-гүл. Інжу-гүл. Жіңішке дауысты дыбыс қызыл дөңгелекшемен белгілейміз. Дыбысын айтқанда жұмсақ таңдай көтеріледі де мұрын ауа жолымен жабылып тұрады. Кәне бірге дыбыстайық. Үшінші тапсырма, әрпімен таныс бол. Жалғыз таяқ боп тұр, төбесінде доп тұр. Төртінші тапсырма, әрпі бар сөздерді сөмкеге сал. Енді әрпінің басқа түрін бастырып жазып, әрі қарай өздерің жазып үйреніңдер. Балақайлар, дым білмеске дыбысы бар оқу құралдарын сөмкеге салуға көмектесейік. Не артық, неге артық екенін табайық. Сөмкеге дыбысы бар оқу құралдарын салайық. Желім. Өшіргіш. Кітап. Мынау кірпі. Бұл тиын. Бұл екеуі нелер балалар? Дұрыс айтасыңдар, бұлар аңдар. Кірпі мен тиын екеуі артық. Бірақ та бұл екі сөзде дыбысы бар. Жарайсыңдар балақайлар, ойын аяқталды. Сонымен балақайлар, бүгінгі оқу қызметінде дыбысымен және әрпімен таныстыңдар. Жіңішке дауысты дыбыс екенін білдіңдер. Әрпінің басқа түрін жазып үйрендіңдер. Балақайлар, дыбысы кездесетін сөздерді естеріңе сақтаңдар. Бүгінгі оқу қызметіндегі өз жұмыстарыңды смайликтердің аузын салу арқылы бағалап көрсетіңдер. Сауат ашу оқу қызметі аяқталды. Назарларыңа рахмет балақайлар, сау болыңдар.